6 ай күттік, 6 айдан бері әлі ешқандай өзгеріс жоқ. Не болып жатқанын да айтпайды, не істе қолыма бер, көрейін мен енді. Общественный защитник ретінде соның несін алып көруге құқым бар екен, сондай. Ешқандай заңнан нем жоқ, бірақ сұрадым да сон бар екен десем, сізге қазір ешқандай данный момент қолыңызға қағаз бере алмаймыз, жаңағы құпия түрде жүріп жатыр дейді. Кеше прокуратураға да келдім, жаңа арыз тастап кеттім. Бірақ ешқандай не жоқ. Бүгін звондаңыз деп бір номерлар берген, звондасам ешқайсысы жауап бермейді. Сол үшін қайтадан тағы келдім. Адвокат жоқ. Менде бұл уақытқа дейін адвокат жалдап ештеңе неткен жоқпын, бірақ енді жалдайын, мен адвокат жалдап, мүмкін соған беретін шығарсыздар. Сол алып көре алатын шығарсыз, не болып жатқанын десем, адвокатқа да бере алмаймыз. Оған да айтарымыз осы деді. Күтесіз, одан басқа ешқандай не жоқ. Мен енді оны күтіп отырсам, 99 статьяның 2-ші часть 15-ші пунктпен тұр. Көбісіне сондай не беріп, 272 нелер беріп тастаған ғой статьялар, сондай болып кеш болып қала ма деп қорқып жатырмын да, тағы бірдеңелер іліп жібере ма деген мойнына. Жолдасым Таласбаев Қанат осы биылғы қаңтар 40-ында Алматы қаласында оқ тиіп қайтыс болды. Жасы 47 болған. Артына балалар қалды. Сот әлі ешнәрсе болып жатқан жоқ. Тергеу әлі созылып жатыр. Тергеу бірақ ешқандай жылжып жатқан жоқ алдыға. Ешқандай жылжып жатқан жоқ. Кешегі аптада пятница күні шақырды бізді. Тергеу неміз екенбіз, бардық адвокатымыз екенбіз. Қабылдады. Бірақ жаңағы сол видеолар бар екен. Видеолар болғанда бір видеосы бар екен резиденцияның сол забор құлаған жерде сол флагын жамылып сол жерде жүргені. Дәл сол жерде өзі ары қарай кірмеген резиденцияға, сол несін цементтің үстінде осы жерде адамдармен бірге неде жүр ғой. Артынан оқ атылып жатыр, бірақ оқтан қорқып жатқан жоқ. Кәдімгідей сол жерде келеді, біреулерге бірдеңе айтып жатыр, қолын бұлғап жатыр әйтеуір. Сөйтіп сол жерде уже тұрған кезде артынан оқ тиеді ғой сол жерде. Сол жерде құлайды. Сол құлап адамдардың бәрі сүйреп алып кетті. Бірақ енді ол жерде ол сурет видеосын маған көрсеткенде, бірақ ол үстінде қара куртка киіп алған адамда. А менің күйеуімде үстінде көк куртка болған. Кәдімгі сплошной полный көк куртка болған. Мына жерден келеді осы. Ал енді ана кісілердің көрсеткені маған жоқ, сіздің күйеуіңіз осы дейді. Түрі көрінбейді. Уже кешкі сағат 5:30 сол уақытта, уже қыс болғаннан кейін де сәл дала нелеу. Түрі вообще көрінбейді, түрі түспеген видеоға. Тек сол қолын бұлғап, негіз жамылып, флаг жамылып, сөйтіп жүргені бар да. Сол ана ақ кроссовка киіп алған, сол ақ кроссовкасынан ғана неғып олар сіздің күйеуіңіз деп тұр да. Резиденцияның алдында дейді. Бірақ өзім білмеймін енді, ол жаққа, ол үйден шыққанда негіз ол митингке барам деп шықпаған болатын. Мен мамасын, енемді жаңа жұмыстан алып кетем деп барған ғой, сол күні атыс болып жатыр дегеннен кейін ол кісі қатыса қалды да үйге қарай. Автобус жоқ, не такси жоқ. Содан сол кісіні алып кетуге жұмыс жағына қарай шыққан. Бірақ не ол кісіге жетпеген, не үйге келген жоқ. Сол 5 күні кешке дейін іздедік, күттік келген жоқ, содан іздестіріп таба алмадық. Содан 7 күні больницадан бірақ таптық. И то ол кезде қалтасында ешқандай құжат жоқ, машинасы бір жақта, өзі бір жақта. 5 күні ол жұмыста болған негізі ол. Ол жұмысында сол жатып қалып, сол жақта істеп жүретін. Эстуда істейтін. Сол бака бір машинаны бітіріп, не қылмағанша, сол үйге келіп, кетіп, сөйтіп жүретін. Сол жақта қонып қалып. 5 күні сол жұмыстан шығып, видимо, үйге келе жатқан кезде соны ары қарай кеткен ғой. Оны бізге айтпаған еш нәрсені, барам деп те айтпаған, барам деп те айтпаған. Содан телефоны өшіп атты, біз енді мен ойлаған жоқпыз, ол жерге барады ол деп. Ондай алып шауып кете беретін адам болмаған негізі.
Содан бесі күні, біз 6 күні звондағанда телефон отключен болды. Қасындағылардың ешқайсының номерін білмеймін, істеп жатқан жерін. Содан өзі хабарласып қалар деп үйде жаттық, өзім шын шыға алмай жаттым үйден, қорқып. Жағдай болып жатқаннан кейін балаларға үйге. Содан бірінші неден үлкен баласы бар, бір ұл, бір қызы. Сол ұл маған суретін жібереді, жаңағы әлеуметтік желіде тарап кетті ғой суреті, не жамылып тұрған, жалы жамылып тұрған суреті, тура резиденцияның алдында. Сол сурет келгеннен кейін уже мен сразу іздедім ғой. Ертесі күні іздеп шықтым таңертең. Бірінші ровд-ға бардық. Ұл да іздеді, ар жақтан Қалқаман жақты, не жақты іздеймін деп ол кетті. Былай қарай мен мына жақта іздеп шықтым. Сонымен ровд-ның бәрін іздедім. Ровд-да айтты, бізде болған 1-2 күн ғанаға болады олар. Одан кейін уже біз СИЗО-ға апарып тастадық деді. Содан кейін Си-18-ға барбыз дедім, сол жерден список жоқ деді әлі. Сонымен сол обедте барғаннан сол сағат 3-ке дейін ба сол жерде отырдым, список шығады бүгін деді. Осы жерде алып келгендердің списогі шығады деді. Соны күтіп отырып, содан список шығып, барып, кірдім. Кірсем, ол жерде списокта жоқ екен. Ол жерде аты жөні ешқандай жоқ. Содан олар айтты, неге барыңыз, Масанчиға барыңыз деді. Сол жерде де адамдар бар жатқан. Сол жаққа бардым, ол жақта да жоқ. Сонымен қай жақты іздерімді білмей, сол жерде отырғанда сол қайынсіңлім звондады. Моргқа барып іздеші. Ана үлкен ұл іздеді ғой барып морг. Ол жерде жоқ деді ол. Ол жоқ деген екен, уже біз уверен болып түрмелерді іздеп едік та. Содан өзім бардым сағат 3:30 ба, 4-ке таяп қалған кезде сол центральный морг өзім недегі. Байтұрсыновадағы. Қайда? 13 күні. 13 күні, маған 12 күні жіберді суретті. Содан 13 күні мен таңертең іздеп шықтым. 13 күні сол кешкі түстен кейін сол 4-ке таяғанда мен моргқа барғанда сол моргқа кіріп өзім сол жерден тауып шықтым ғой сол моргтың ішіне. Моргқа барған кезде уже ішін бәрін тіліп тастаған, скрытие жасап тастаған несін бәрін. Бүйрек оң жағын артынан тиген бүйрегінен. Содан тиіп шығып кеткен ғой оқ. Сөйтіп шығып кеткен. Ол жерде ешқандай документі де жоқ қолында, киімі, еш нәрсе жоқ. Еш нәрсе бергемеді бізге. Моргта. Сол 13 күн тапқаннан кейін олар айтты, кеш болып кетті, ертең алып кетіңіз деді. Сол 14 күн алып кеттік қой. Балаларды сол қайтыс болған несіне пенсияға тағайындатқыздық. Соны алып жатырмыз енді өкіметтен. Сол баланың 1 жасқа дейінгі жолдасым қайтыс болған кезде мен өз аяғым ауыр болатын. Осы жақында ғана босандым, 3 ай болды қызым. Енді өкіметтің тарапынан компенсация беріледі деп, сондай не қордан беріледі деген не естіген, бірақ енді онысын бермесе де осы ақтап шықса екен дейді. Ертең балаларының бір емес артында 4 баласы қалды, солардың болашағына кедергісіз болмаса. Бізге 3 статья қойылды. Жаңағы террорист деген статья қойылды, күдікті терроризмге жаңа күдігі бар. Сосын жаппай митингке қатысқан деп кейін жаңағы адамдарды жаңағы резиденцияны бұзуға сондай шақырған. Қалай сондай? Сол 3 статья қойылды басында. Одан кейін өткенде шақырған кезде террорист дегенді алып тастаймыз деді. Бірақ ана 2 статьямен кетеді деді. Сол статьяны жабамыз. Сіздер қол қойып берсеңіздер жабамыз деді. Оған біз қол қоймаймыз деді. Мен айттым, сіздер шын сондай принципқа кететін болсаңыздар, онда атқан адамды тауып беріңіздер деді. Атқан адамды тауып беріңіздер, көремей ары қарай мен уже одан өзім не қыламын. Сотқа беремін оны, ол не үшін атады сіздер бәрін табасыздар да, мен атқан адам қалай табылмайды. Ең бірінші талабымыз сол алып тастау керек, ақтап шығарсын біздің немізді. Ол ертең ақтап шығармаса, ол бір күнде ол бәрібір шығып тұрады компьютерден. Ертең бала шағасы бар, өсетіні бар, жаңағы бір жерге жұмысқа кірем дейтіні бар. Бәрібір әкең террорист болған кезінде деп шығып тұрады ғой базадан. Ол ұмытылмайтын нәрсе ғой бұл. Өткенде біреу жазып жіберіпті, неге сіздер жаптыра беріңіздер осы істі осымен.
ол ертең желтоқсандағыдай болып желтоқсан қаһармандары болып шығады, олар әлі ақталып, сіздер мақтан етесіздер деп сөйтіп бір кісі осы органда жүрген бір кісі жіберіпті, группаға біреуге жіберген. Мен айтамын, енді ол кепіл жоқ қой, что ол ертеңгі күні шынымен сондай болып кетеді деген. Сонымен біз оған келіспейміз дедік, ақтап шықсын. Сол ең бірінші талабымыз ақтап алып шығу. Ең бірінші. Одан кейінгі сол өкіметтің құнын төлесін бізге. Өлтірген азаматтарымыздың. Бір үйде екі адам ауыртпашылық көтеріп отырғанда, біреуін алып тастасаң, бәрі ауыртпашылық бір адамға қалады ғой. Сол сияқты маған да сол бәрі қалып отыр қазір. Жалғыз өзі